Стамбулда Азия тынық мұхит хабар тарату одағының дәстүрлі тележобасы ABU TV Song фестивалі өтті. Әнмен ұлттық өнер арқылы халықтар арасында өзара тығыз мәдени байланыстар құруды көздейтін айтулы шара биыл 12 елдің ең үздік әншілерін жиды. Әлемдік деңгейдегі бұл телефестивальге Қазақстанның атынан Славян базары 2015 ән байқауының жеңімпазы талантты әнші Димаш Құдайберген қатысып, өнерсүйер қауымға қазақтың халық әні Дәйди Дауды орындап берді. Көпшілік қазақстандық әншінің шеберлігіне ерекше тәнті болып, зор қошемет білдірді. Атап өту керек, халықаралық концерт Түркиядан бөлек 50-ден астам шетелдік арналарда тікелей эфирде көрсетілді. Азия тынық мұхит хабар тарату одағы аймақтағы халықтардың мәдени рухани үндестігін дәріптеу мақсатында 4 жылдан бері ән фестивалін өткізуде. Қазмедиа орталығы халықаралық одақтың мүшесі болғандықтан, әлемдік деңгейдегі шараға біздің еліміздің де әншілері шетелдік әріптестермен бірге үлкен сахнада өнер көрсетуге кең мүмкіндік алып отыр. Оның үстіне ұйымдастырушылар жыл өткен сайын тележобаның деңгейі өсіп, таралым аудиториясы 3 миллиард адамға жеткенін ауыз толтырып айтуда. ABU TV Song фестивалі Азия тынық мұхит хабар тарату одағының 52-ші бас ассамблеясы аясында өтетін негізгі шаралардың бірі. Оны ұйымдастыру жұмыстары біздің TRT арнасына жүктелді. Концертке 8 ай бойы дайындалдық. Әсіресе фестивальдің мән-мазмұнына, сахнаның заманауи безендірілуіне көп көңіл бөлдік. Ал қатысушылардың шығармашылығы мен шеберліктеріне мін таға алмаймыз. Бәрі жан-жақты қалыптасқан кәсіби әншілер. Өнер көрсеткен әншілердің барлығы өз елінде атағыдардай жұлдыздар. Мысалы, кореялық Сейін Блю жігіттер квартеті мен Жапонияның Скандал тобы Азия шоу-бизнесінде кеңінен танымал. Тіпті олардың өнеріне табынушылар қатарында түрік жастарының да қарасы көп болып шықты. Ал Димаш үшін ABU TV Song фестивалі қазақ әуенін әлемге тыңдатудың таптырмас мүмкіндігі. Оның үстіне жас әншіні қолдауға жергілікті өнерсүйер қауыммен бірге Түркиядағы қандастарымыз және бір топ қазақстандық студенттер арнайы келді. Қазақстан атынан Димаш Құдайберген концертке келді. Барлығымыз біз өте қуанышты болдық. Димаштың дауысы өте керемет. Жарысқа келген 12 әншіден орып шыққан, 11 әншіден орып шыққанның бірі болды. Бірақ соңында жарыстың нәтижесі достық болды. Сондықтан біз Димашты әрқашан қолдаймыз, оған шығармашылық табыс. Міне қазақ студенттерінің атынан өте керемет әсердің үстіндемін. Өйткені мынандай үлкен сахнада, үлкен әлемдік деңгейдегі концертте өнер көрсету менің бала кезгі армандарымның бірі болды. Және де енді осындай қандастарымыздың қолдауының арқасында жақсы өнер көрсетіп шықтым деп ойлаймын. Түркия еліне келіп, біздің қандастарымызды көргенге өте қатты қуаныштымын. Бәрі де концерттік залда қатты қолдап отырды. Және де Түркия мемлекетінде менің тыңдармандарым бар екен, оған өте қатты қуанып отырмын. Түркия сахнасында өнер көрсету Димаш Құдайбергенге таңсық емес. Ол 2013 жылы Денизли қаласында өткен Turkcell Vision фестиваліне қатысып, сол кезде-ақ Анадолу жеріндегі тыңдармандарының көңілін өзіне баурап алған. Тек бұл жолғы концертте жанашырлардың қатары еселенді. Әншінің айтуынша, 2 күннің ішінде Инстаграмдағы ресми парақшасына 1000-нан аса түрік қолдаушылары достық ұсынған. Ержан Жүніс және Седат Денли, 24 KZ, Түркия.